Мен қызыммен ашық қарым-қатынас орнатқаннан кейін арамыздағы от сөне бастағанына сенімдімін. 2022 жылдың 7 шілдесінде 5 жылдық моногамиялық қарым-қатынастан кейін біз ашық форматқа көшуге шешім қабылдадық, өйткені ол көбірек интимдік тәжірибе алғысы келді. Бұл тілек оның тым қатал отбасында өскенінен пайда болған еді. Бастапқыдан-ақ бізге қиын болды. Мен табиғатымнан моногам адамын, сондықтан жаңа серіктес табу маған оңай болған жоқ. Ал ол тез арада жаңа таныстармен кездесулер таба бастады. Барлығы мен психологқа барып, өз сезімдерімді сау, дұрыс түрде білдіруді үйренген кезде жақсарды. Жалпы қарым-қатынасымыз тұрақтала бастады, тіпті мен эмоциямды ашық айта білген соң жақсарып кетті. Кейін мен өзім үшін тек жақсы дос емес, сонымен қатар тамаша серіктес болған әйелмен таныстым. Сол кезде түсіндім, қызымнан айырмашылығы, мен бейтаныс адамдармен ешқандай эмоциялық байланыссыз жақын бола алмаймын. Маған жаңа интимдік тәжірибелер керек емес екенін де ұқтым, себебі өмірде еркіндікті онсыз да жеткілікті сезінгем. Қызым менің жаңа серіктесіме қызғана бастады, және түрлі жолдармен араласуға тырысты. Мен онымен болғанда жиі қоңырау шалатын, немесе мен кетер алдында өзіне назар аудартуға тырысатын. Уақыт өте келе мен бір заңдылықты байқадым. Бұрын қызым өте жауапты болатын, ақшамыз аз болса да оны дұрыс жұмсайтын, тұрақты жұмыс істейтін. Былтыр күзде кәсіби болашағын жақсарту үшін көн. Бірақ ашық қарым-қатынасқа жақындаған сайын ол біртіндеп деградацияға ұшырай бастады. Бүкіл жалақысын тату мен персенге жұмсайтын болды. Бұл мені қатты мазалаған жоқ, себебі мен өзін-өзі білдіруді қолдаймын. Бірақ кейін ол басшылығымен жиі ұрсысып, жұмысқа бірнеше сағатқа кешігетін немесе ескертусіз кетіп қалатын болды. Содан соң колледждегі бағалары нашарлады. Сабаққа сирек келетін, ақырында мүлде бармайтын болды. Ақырында ол тіпті сессияның немесе көктемгі демалыстың қашан болатынын да білмей қалды, тіпті семестрдің аяқталғанын да байқамады. Мен жаңа серіктесімен кездесіп, онымен жақындай бастағаннан кейін 1-2 ай өткен соң, қызым 2 айлық демалыс алды, психикалық саулығын қалпына келтіру үшін деп айтты. Бірақ мен оған психологқа баруды ұсынғанымда, ол бас тартты. Ол кезде соқ серіктестерімен қарым-қатынасты тоқтатып, бір ер адамға назар аударды. Сол жігітпен бірнеше күн қатарынан бірге болатын. Бұл мені алаңдатар еді, егер менің жұмыс кестем 12 сағаттық болмағанда. Ол үйде жалғыз болуды жек көретінін айтатын, ал мен көп жұмыс істейтінімді ескерсек, неге біреумен уақыт өткізгісі келетінін түсінуге болатын еді. Бірақ кейін ол үйге дайын тамаққа тапсырыс бере бастады. Оның не көлігі, не жүргізуші куәлігі жоқ, сондықтан азық-түлікті өзім әкелетімін, үйде әрдайым тамақ бар болуына мән беретімін. Сол себепті оның тапсырыс беруі мағынасыз еді. Бұған қоса, ол енді жұмыс істемегендіктен менің ақшамды жұмсай бастады. Ол жауапкершілік сезімін мүлде жоғалтқандай болды. Ақшаны немесе оның күні бойы ештеңе істемейтінін, тек тамаққа тапсырыс беріп, төсекте жататынын айтсам, ашуланып келетін. Ал қарым-қатынасымыз туралы ашық сөйлескім келгенде, тұйықталып, ештеңе өзгерген жоқ, сен бәрін ойдан шығарып жүрсің дейтін. Соңында ол жұмысынан кетті, жаңасын таппады. Мұның бәрі менің одан әрі алыстай түсуіме алып келді, әрі физикалық, әрі эмоционалды тұрғыда. Себебі қарым-қатынастағы менің қажеттіліктерім енді қанағаттандырылмайтын болды. Ол мұны бірден байқады. Мен оны бұрынғыдай қалаудан қалғандай болдым, бұл оны қатты ренжітті. Мен бәрін түзетуге тырыстым, өз сезімдерімді түсіндірдім, неге жақындық қиын екенін айттым. Бірақ ол менің әр сөзімді тағы да менен проблема іздеп отырсың деп қабылдады. Қазір бізде не жақындық, не тіпті құшақтасу жоқ. Біз сөйлесеміз, бірақ көбіне оның серіктесі туралы. Мен оны сирек көремін. Өзім жақын болуға талпынам, бірақ ол үнемі шаршаған, күндерім келе жатыр дейді, немесе басқа себеп табады. Ал өзі жақындық қаласа, ол әрдайым ең ыңғайсыз уақытта болады. Біз жақындаспағанымызға шамамен 2 ай болды. Мен бұл туралы сөйлескім келеді, бірақ ол әр жолы ашуланып, ажырасамыз деп қорқытады, немесе сен менімен үнемі риза емессің дейді.
Сонымен қатар ол үнемі мен саған тұрмысқа шыққым келеді, басқа ешкіммен өмірімді елестете алмаймын дейді. Бұл мені одан сайын шатастырады. Қазір менің ойымша маған өмірде тұрақтылық пен ересектік керек. Ал мен танысқан жаңа әйел дәл сондай жауапты. Бірақ сонымен бірге көңілді, әділдігі бар. Ал менің қызым болса тек жеңіл, көңіл көтеруді ғана істейтін сияқты. Оның қазіргі серіктесі де тура сондай, өзінде ештеңесі жоқ, жұмысқа сирек барады және кез келген сәтте интимге дайын. Мен қызыммен ажырасқым келмейді. Мен оның бұрын қандай болғанын білемін және не үшін оған ғашық болғанымды есімде сақтаймын. Бірақ ол қазіргі бейнесінде маған бөтен адам сияқты. Біз қаржылық жағдайымыз түзелген соң бірге терапияға бару мүмкіндігін талқыладық, бірақ шындығында ол бұған аса қызығушылық танытқан жоқ. Мен не істерімді білмеймін. Сондықтан видеоны осы жерде тоқтатып, пікірге осы оқиғадағы басты кейіпкерге не істеу керегенін жазып кетіңіздер. Ал біз жаңартуға көшейік. Бірінші жаңарту. Сол күні мен постты жариялағаннан кейін қызым анасының қоңырауын алды. Дәл сол анасы оның балалық шағындағы психологиялық жарақаттарының басты себебі болатын. Қызым үйден кеткеннен кейін олардың қарым-қатынасы тек үстірт деңгейде ғана қалған еді. Анасы оған бауырының жасөспірім кезінде ұзақ уақыт оқшауланудың әсерінен психозға ұшырағанын айтып, өз балаларын тәрбиелеудегі қателіктерін мойындаған және кешірім сұраған. Бұл оның ішінде бір нәрсені қозғағандай болды, ол ұзақ жылдар бойы іште жинақталған ашу мен ренішті сыртқа шығарды. Ол анасынан ашық түрде енді терапияға барғысы келетінін, себебі өзінің де анасына ұқсай бастағанын және солай болғысы келмейтінін айтты. Ол басқаларға өз балалық шағында көрген ауыртпалықты сыйлағысы келмейтінін айтты. Мен оның бұл сөздерінің қаншалықты шынайы екенін білмеймін, өйткені ол кезде тым эмоциялық күйде еді. Бірақ өткен аптада ол жаңа жұмысқа орналасты, тіпті екінші жұмысқа да өтініш беріп қойды. Ол биылғы жылы менде бос уақытым көп болды, сол себепті бұл маған жаман әсер етті. Енді жұмыс істеп эмоционалды және қаржылық тұрғыдан тәуелсіз болғым келеді деді. Бұл әрине жақсы жаңалық. Бірақ пікірлердің көбінде өте орынды сұрақ қойылған еді. Енді мәселе менің өзімнің не қалайтынымда. Қазір мен түсінемін, бір қарым-қатынастан екіншісіне бірден өту ең жақсы шешім емес. Мен өз қалауымды айтуға, шекара қоюға және өзіме жайлы өмір сүруге құқығым бар екенін ұқтым. Бірақ сонымен қатар қарым-қатынас екі жақтың еңбегін қажет ететін жұмыс екенін де түсінемін. Маған әлі көп нәрсені ой елегінен өткізу керек. Егер алдағы уақытта бір өзгеріс болса, жаңарту жазамын. Екінші жаңарту. Бірнеше ай өтті. Осы уақыт ішінде менің жағдайымды әлі де бақылап жүрген адамдар үшін жаңалықпен бөліскім келді. Алғашқы жазбамнан кейін бір апта өткен соң жағдайдың жақсармай жатқанын түсіндім. Достарыммен сөйлестім және бәрі бір ауыздан енді ажырасатын уақыт келді деді. Соңғы шешім менің қолымда болды. Пікірлерді қайта оқып шыққаннан кейін мен өз өмірімде не қалайтынымды түсінуге және өз бақытымды іздеуге лайық екенімді ұқтым. Сондықтан мен қызыммен айырылыстым және барлық себептерді ашық түсіндірдім. Оған ұнамаған нәрселерді және егер болашақта қайта қосылуға мүмкіндік болса, нені өзгерту керекенін де айттым. Ол жылады. Біз бәрін телефон арқылы талқыладық, өйткені бетпе-бет кездесу мүмкін болмады. Ол үйде болмайтын, ал мен жұмыста болатынмын. Ол менің уәждерімді түсінгендей болды, өзімен жұмыс істейтінін айтты. Сол кезде біздің пәтерақы мерзімі аяқталып келе жатқан еді. Мен жаңа тұрғын үй тауып, көршіммен бірге көшуге келістім. Ал ол неге екені белгісіз, менімен бірге көшем деп ойлап қалған. Басында мен бұған қарсы болмадым, бірақ соңында бұл жаман идея екенін түсіндім. Әсіресе ол менің достарыма ашуланып, оларға зиян тигізгісі келетінін айтқаннан кейін. Себебі ол олардың менің шешімімді айырылысты қолдағанын білген еді. Соңында мен оған бірге көшудің болмайтынын айттым. Ол бұрын кездесіп жүрген жігітімен бірге тұруға кетті, бірақ менімен байланысын үзген жоқ. Өз өмірінде ештеңе өзгертпеді, тек жаңа жігіті туралы шағымданып, оның қандай жаман адам екенін айтып жүрді.
Біраз уақыт өткен соң ол сол жігіттің агрессивті, уытты адам екенін түсінді. Мен оған өз жағдайы мен біздің бұрынғы қарым-қатынас арасындағы ұқсастықтарды түсіндіріп бердім. Ол әрең болса да кешірім сұрады. Мен қайтадан терапияға бара бастадым, содан бері бәрі жақсы. Қаржылық жағдайым бұрын соңды болмағандай тұрақты. Сондай-ақ мен бұрын танысқан қызбен қайта сөйлесіп қарым-қатынас бастадым. Бұл өмірімдегі ең жеңіл әрі үйлесімді қатынас. Біз бір-бірімізге бірдей қамқорлық жасаймыз, бір толқындамыз. Басында бұл маған жат сезілді, өйткені бұрын мен үнемі хаос пен уыттылықтың ішінде өмір сүрдім. Ал енді мен шынайы серіктес таптым, сенімді, түсінетін, қолдайтын адам. Маған өзімдегі тәуелділік әдеттерінен арылу үшін және қарым-қатынаста жеке кеңістік пен еркіндікке құқығым бар екенін түсіну үшін біраз уақыт қажет болды. Мен бұрынғы қызыма арнап қаншама нәрсеге төзгенімді және құрбан еткенімді түсінген сәтте ашу мен өкініш бойымды кернеді. Менің терапевтім ашу, ыза мен ренішті оған бағыттау бұл дұрыс емес деді. Сол себепті мен қазір уақытымды әлдеқайда өнімдірек әрі шығармашылықпен өткіземін. Сонымен осымен бұл оқиға аяқталды. Өз пікірлеріңізді түсініктемеге жазыңыздар, ал біз келесі оқиғаға көшейік. Әкем күнінде қызымның сыйлығынан бас тарттым, себебі ол бұрынғы әйелімнің опасыздығын менен жасырған үшін әлі күнге дейін ренжимін. Бірақ оны жылатып алғаннан кейін өз қателігімді түсіндім. Бұрынғы әйелім 40 жаста, мен 41-демін. Бір жыл бұрын оның опасыздығына байланысты ажырасып кеттік. Ол бәрін мойындап, бір жылға созылған қарым-қатынастан кейін бірден сол ер адамға көшіп барып, кейін оған тұрмысқа шықты. Бұл мен үшін ауыр соққы болды. Біздің 17 жастағы қызымыз бар. Ол анасының опасыздығын білген, бірақ отбасымыз бұзылмасын деп маған айтпаған. Оның ұзақ уақыт бойы үнсіз жүргені маған қатты ауыр тиді. Бірақ мен жағдайды ұмытуға тырыстым. Қызым кешірім сұрады, мен бәрі жақсы дедім. Бүгін ол мені әкелер күнімен құттықтап, өз қолымен жазған хат пен сыйлық ұсынды. Бірақ менің көңіл күйім жоқ еді, сондықтан оған өзіңде қалдыр дедім. Қызым аң-таң болып қарап бөлмесіне кетіп қалды. Әрине, ол жылаған сияқты. Мен дұрыс дедім бе? Қызымның сыйлығынан бас тартқаннан кейін өзімді кінәлі сезіндім. Пікірлерді оқып, нағыз ақымақтық жасағанымды түсіндім. Кеше оның бөлмесіне барып, бәрі үшін кешірім сұрадым. Оны жылатып алғанымда мойындау ауыр болды. Мен оны ренжіткім келмегенімді айтып сөйлестік. Сыйлығын қабылдадым. Ал оның хаты өте шынайы және әсерлі екен. Мен оған алғыс айтып, бұл хатты мәңгі сақтайтынымды айттым. Қалған күнді бірге өткіздік, дүкен араладық, кешке киноға бардық. Ол бақытты көрінді. Кешкісін бізде маңызды әңгіме болды. Қызым әлі күнге дейін өзін кінәлі сезінетінін айтты, себебі ол анасының опасыздығын жасырып келген. Ол анасын бұл әрекет үшін жек көрсе де, отбасын бұзудан қорыққан. Мен оған өзін кінәлі сезінбеу керек екенін, кінә тек анасында екенін айттым. Қысқаша сөйлескен соң, қызым мен өскенде ешқашан анам сияқты болғым келмейді деді. Мен келісіп оған мұндай анасы болғанына өкінетінімді айттым. Бізге екеумізге де терапия қажет екенін түсіндірдім. Қызым бұл идеяға қарсы болған жоқ, сондықтан жақын арада психолог іздейміз. Сонымен бұл екінші оқиға туралы не ойлайсыздар? Меніңше, пікір жазғандар мүлде дұрыс. Бірақ бір нәрсе айтайын, өз сезімдеріңнен қашып құтыла алмайсың. Мен бұл әкені жақсы түсінемін. Мен де, бәлкім, қызымның орнында болса, ашуланар едім. Бірақ бәрінен бұрын, жақсысы, ол өзінің қателігін түсініп, дұрыс шешім қабылдады. Рахмет, видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Пікір қалдырыңыздар, менімен келісесіздер ме? Міне, осында бұрынғы видеоларымызды көре аласыздар және сіздерге сәттілік тілеймін.